Сәлем достар, сіздермен бірге денсаулық арнасы. Бүгін сіздерге адам ағзасы туралы қызықты деректер ұсынамын. Алда шығатын қызықты әрі пайдалы видеоларымды жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қан тамыр жоқ дененің жалғыз бөлігі көздің қабағы. Қасан қабақ оттегіні ауадан тікелей алады. Адамның басында әртүрлі пішіндер мен атаулардан тұратын 29 сүйек бар. Адам жүрегі өмірінде орта есеппен 180 миллион литрден астам қанды айдайды. 3 айда ұрықтың саусақ іздері қалыптасады. Әйелдердің жүрегі ерлерге қарағанда тезірек соғады. Адам түсінің 98%-дан астамын ұмытып қалады. Адам ағзасындағы қантамырлардың жалпы ұзындығы шамамен 100 000 шақырым. Денедегі жылудың көп бөлігі бас арқылы шығып кетеді, сондықтан қыста бас киім киюді ұмытпау керек. Адам ағзасында бар және сырттан енетін бактериялардың тек 1% ғана ауру тудырады. Дүние жүзіндегі халықтың шамамен 7% солақай. Ересек адам ағзасындағы бактериялардың жалпы салмағы шамамен 2 килограммды құрайды. Тіс эмалі адам ағзасындағы ең қатты тін. Адам бір қадам жасау үшін 50 бұлшық етін пайдаланады. Адамның терісі өмір бойы шамамен 100 рет өзгереді. Әйелдер еркектерге қарағанда 2 есе жиі жыпылықтайды. Бойы 130 сантиметрге дейінгі ерлер және 120 сантиметрге дейінгі әйелдер қысқа бойлы болып саналады. Қолдағы тырнақ аяққа қарағанда 4 есе тез өседі. Балалар туған кезде тізе қақпақтары болмайды. Олар 2-6 жас аралығында пайда болады. Адамның ең мықты бұлшық еті тіл. Адамның жүрегінің көлемі оның жұдырығына тең. Ересек адам жүрегінің салмағы шамамен 220-260 грамм. Оң жақ өкпе ауаны солға қарағанда көбірек ұстайды. Адамның көзі 10 миллионнан астам реңкті ажырата алады. Дені сау адам күніне орта есеппен 5 рет күледі. Адамның көзі туғаннан өлгенге дейін бірдей мөлшерде болады. Бірақ мұрын мен құлақ өмір бойы өседі. Орта жастағы адам тәулігіне орта есеппен 500 мл тер шығарады. Адам миының сыйымдылығы 4 терабайттан асып түседі. Жүйке импульсінің жылдамдығы сағатына 274 километрді құрайды. Адам ыстық не суықты қолмен сезгенде бірден қолын тартып алатыны содан. Адам ағзасындағы барлық көміртегіден 900 қарандаш жасауға, майдан 7 сабын жасауға, сумен 50 литрлік бөшкені толтыруға болады. Ұяттан қызарған кезде сіздің асқазаныңыз да бірге қызарады. Адамның өмір бойы өсетін шашының жалпы ұзындығы орта есеппен 725 километрге тең. Ағзадағы кальцийдің 99% тісте орналасқан. Ерін саусақ ұшынан жүздеген есе сезімтал болып келеді. Егер адам ағзасындағы барлық темірді жинаса, тек қолсағатқа арналған кіші бұранда ғана шығады. Тұмау шақыратын 100-ге жуық вирус түрі бар. Адам ағзасында шамамен 2000 дәм сезу рецепторы бар. Адам 24 сағатта орта есеппен 4800 сөз сөйлейді. Адам кешкі уақытқа қарағанда таңертең 8 мм биіктеу болады. Адам сүйегі болат темірден 5 есе берік болып келеді. Адам шалқасынан жатып ұйықтай алатын жалғыз тіршілік иесі. 4 жастағы бала күніне орта есеппен 450-ге жуық сұрақ қояды екен. Тіс ағзадағы қалпына келе алмайтын жалғыз дене бөлігі. Мінекей достар, сіздермен осындай қызықты деректермен бөлістім. Сіздерге егер де осы видео пайдалы болса, қызықты болса, арнамды қолдап, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Алда әртүрлі пайдалы ақпараттар мен қызықты деректермен бөлісетін боламын.